гуашты астыңғы бөлімінің бастап үстіңгі бөлімі суретін саламыз. Осылай жіңішке кисточкамен жоғары қарай бағытталған ағашты салдық. Енді тақтай десек те болады. Енді баланың, яғни ер адамның отырған бейнесін салып шығамыз. Бояуыңыз кепкен болса, ең алдымен карандашпен салып алыңыздар. Ал егер олай сізге ыңғайсыз болса, онда бірден кисточкамен салсаңыздар да болады. Мен қайта айта кетейін, мен суретші емеспін. Мен сіздерге өте оңай нұсқаларды, сурет салу нұсқасын көрсетіп жатырмын. Осылай жіңішке кисточкамен аяғын саламыз. Және де енді басын бейнелейміз, және де шамалы шашын ақырындап. Осылай. Енді екі аяқ киімін бейнелеуге тырысамыз. Міне екі жіңішке нүктеше, және де екі нүктеше, яғни аяқ киімі.
Кейін кисточкамызды жуып, салфеткамен сүртіп, ақ гуашымызбен осылай ер баланың көлеңкесін саламыз. Яғни айдың бойында отырғанда көлеңкесі. Боямызды сүртпейміз. Аспанда бізде ағып жатқан жұлдыздарды бейнелейміз, немесе комета деп айтамыз, кометаны бейнелейміз. Осылай 2 нүктеше және де осылай сызықша саламыз. Нәтижесінде бізде осындай әдемі сурет шықты. Егер де бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.